ар жағына балаға абайлады шы, астын көтер айналайын, көтер. Көтеріп келе жатырмыз ойнап атырмын, не болды сонша? Ойныңды осып жіберем, түсіндің ба? Өз ақшаңа сатып әкеп беріп бердің. Болды. Әзілдеп атырмыз, әзілдеп. Астын көтер, асты тиді ғой, астын көтерсей. Қайда барамыз? Мен басыма апарсай ваннаға. Ванныңыз айтпайсыз ба, қақта екен, білеміз ба сіздің үйге? Тұр ғой, ванна бір жаққа көшіп кетті ма, апарсай. Астын көтеріп апар, түсіндің ба? Астын көтеріп. Уайымдамаңыз шапке. Сен бала ше, жаңадан кіргізді ау деймін. Астын көтеріп, көтеруді білмейсің. Ай, болды. Сол жерге қоя саш болды. Өзім жайғастырам. Бля, зәрем қамады қоя. Неме ойнап тұрсың, а? Мен жүрегімді ашыр мысалға. Бақ дейді, болды, асы тиетті, бұтшыт шығады, болды, істемейді. Енді әкеңе стиралкаң өмір бақы істемейді. Бетіне қарап отырам ба соны? Әзілесіп отырмыз. Мынау негізі бар ғой, жаңағы кір жуғыш мәшинеңізше қазір өтте қадабой болып тұр. Осыны талап алып отыр. Сіз үлгеріп қалдыңыз қайта. Ойлама, айтып қыздарға айт, мен айналайындар дедім. Бүгін мен туған күнім еді, бір күштісің беріңдерші, сен маған әдемісің беріп отыр. Туған күніңіз ба бұл? Иә, құрсын өзіме подарка жасайын дедім да соны. Туғаныңыз жумаймыз ба енді тақпа дейді. Стиральнеңізді алыпсыз, туғаныңызды алыпсыз демен. Ой, жуған ешсің, өзім кредитке зорға әкеп отырмын, көрдіңдер ғой. Кредит. Күйеуімнен тығып жүрген бір 30 000 теңгем бар еді, оны да первоначальныйға бердім. Қағып алдым. Мейлі алған жерде қалады да ол, кредитке алсаңыз басқа қылсаңызды. Қуанып қалады жер күйеуіңізді қайта. Аяқтан қуанып қалған, сол албасы жұмыстан келмей жатты. Тез кіргізіпсаңдар десем, бұл жырадыңдар да қалдыңдар ғой сендер де. Өлтіреді ол мен кредитке алған білсе. Өмір әпермейді ғой мастер. Шын айтам. Өмір бақи қолымызбен жүк келе жатырмыз ғой. Бір стиралка әперші десең ақша жоқ. Өмір бақи ақша жоқ. Өмір еш нәрсе әпермейді ол маған ше. Өткенде оқтау тақтай алдым ғой еді. Соған қырылғанбыз ғой екеуміз. Ой, оқтау тақтайға сен неге үйде ақша жоқ кезде мебель әкелесің дейді ғой маған. Мебель дей ма оқтау тақтайды? Күйіп кеткесін, ана ағаш болғанға көзіне мебель болып көрінген ғой. Ал ана оқтаумен ұрды кетті. Мен де қайтпадым. Тақтайды алдым да қалқан қып алдым. Ана оқтауының бұт шықты. Мінез жаман десеңізші? Тақтайында бұт шықты. Ой. Мен қабырғамда бұт шықты. Вообще оңбаға бол кетсіз десе, сендерді көрсе вообще аямайды. Жақсы, рахмет. Жақсы. Мощный бірақ бұйырсын. Ай, жумадық ба? Мейлі, рахмет. Бақытты болыңдар. Құрсы шатыр сізді бір стиралка болдым. Бөлеміз ба? Жемі жүрген таяқ па дедің. Ұрса бір ұрар дегізді біреуін албағасы қой. Ойбен әкеп қаған еше? Сол айтты қой. Күлі әкепті маған. Ана есіңе мені алғайсыңды арман өз. Маған ба? Қайсы? Әбеттен кейін деді қой, қазір деді міне. Дұрыс қой, әбеттен кейін барамыз деді қой, қызықсыз. Болды, хабарласамыз. Жақсы. Абайда ше 35 000 теңге тұрады. 35 000 маған гүл алып жүрсің ба шында? Рахмет. Мына гүлді сен өзіңе деп тұрсың ба? Сен түріңе бір қара, гүлге қара, екеу бір-біріне вообще кеп тұрған жоқ қой? Түрің адыраспан сұрап тұр ғой кәдімгідей. Туған күніміз бүгін еслі шты? Жана бастықында әйелін туған күн екен да. Бәсе, қайдан ғана маған гүл әкеле қалды деп қойым, 35 000 теңгеге. Бастықтың қатын туған күн деді. Бәсе, соны туған күн алып келген екен ғой маған емес, ма? Немене деп беріп тұрсың маған? Тура туылмайтын күн туылады екен де, о қатында менімен жағаласып. Сонда Қазақстан бойынша бүгін бір өзің туылуың керек пе? Не бопты? Маған да ең болмаса осыны бір үштігін әкелсем болды. 350 теңгеге бір үштігін әкеліп берсең де мәз болып қалатын еді ғой. Не бопты сонша туған күніңізге бір гүл алсақ болмай ма екен маған? Жоқ, маған болмайды ғой. Бастықтың қатын иіскеу керек та, маған иіскеу болмайды. Бопты, иіскемесек иіскемей қоямыз да, бір адыраспан иіскеп түтетіп отыра береміз да, үйде өзіміз осылай. Бопты, сол бастықтың қатындарақ иіскесін сол гүлді. Біз иіскемей қояқ. Бізге гүл иіскеуге болмайды ғой. Біздің мұрнымыз гүлге арналмаған екен да. Бастықтың қатындарына арналған екен да, бұл гүл деген солар иіскеу керек екен да, біз иіскемеу керек екен да. Беймарал біз үйде отыра беру керекпіз. Адыраспан тұтатып қойып сол адам несіне теді ғой, үйіспше байың саған бір гүл әкеп бермейді. Айдалада бір бастығын қатынды гүл әперіп тұрған кезде. Ана тілің теріліп кететін болды ғой. Жай-жай сөйлес, жай-жай. Жоқ, қалай жай сөйлесін енді? Сен мынаған қызығып тұрсың ба сонда? Не бопты қызықсақ, бізде әйеліміз ғой, немене гүлге қызықсақ болмай ма? Бопты
қызықпай қойдым сол басқа қатынға апарып беріп. Жоқ, қаяқтан келді, қалай келді деп сұрамайсың ба? Неғылым сұрағанда, неғылым маған әкеп жатсың ба? Маған әкеп жатсың сұрайтын едім. Әй, немене қалдың? Ақшаң бәрін құртып 35 000 теңгені айтар еді да. Маған әкеп жатқан жоқсың, айдалада басқың қатынға келіп жатсың. Оны не деп сұрамайсың? Пультін көрдіңдер ме? Тоқташы, Еске отыр. Сұрамаймын. Қаяқтан таптың, қалай таптың? Мен білесің де жұмыста бастықтың қасында бар жоқ 70 000 теңге айлығым бар. Ана қалған жұмысшылар 40 000 теңгеден аспайды. Сол жұмысшылардың айлығынан 2 000 теңгеден ұстап, бала шағасын аузынан жырып, көз жасына қалдырып алған гүл, ал иіске. Тағы да 2 000-нан ұстап қалды ма? Ұстады 2 000-нан. Ай, ятсыз оңбағаны, я. Сол ялмай, сол бәленбай жұмысшыдан алып, 2 000 теңгеде бала шағасын аузынан жырып, сол ана қатынға гүл апарып бердіңдер деді ма? Бастық. Енді қайтасың? Оңбаған екен ғой сіздер бастықтарың, Ей, апармайын десең, жұмыстан құрайсың. Осыны өліп тұрып апарасың ғой, әйелі бүйтеді ғой, қоя салмадыңдар ма дейді. Қойсаң құрайсың. Ал, қызық тұрсын ба, бір иіскеп алып, мұрның қисайып қалсын. Айналайын. Сасып кеткен не алам. Мұрным бітеліп қалса да мынандай гүлді иіскемей қойдым. Біреудің көз жасына келген гүлдің түкке де керегі жоқ. Сол оңбаған сен бастығың бар емес, қатын оңбаған ғой, қатыны. Сол қатын айтқанда, немене, өзің жұмысшыларыңа гүл алдырамайсың ба, 35 000-ға деген да ана. Сөйткен ана, сендерге барғанда, давай, ақша жинаңдар деген да. Ой, ятсыз оңбаған туылмай қағыр-қарсай бұны, 35 000 теңге гүл алдырып, ой, ятсыз қара бет 35 000-ға. Ескемесең мұрны бітеліп қалам екен соның, 35 000-ға гүл. Жынды ба, 35 000-ға гүл алғаш, ертең өлетті алады ғой мына гүлі. Бір адамның бір айлық кредиті ғой, айналайын, сол кредитті төлемін. Өлеміз ғой ертең 35 000 теңге. Тоқта түсінбедім бе? Қандай кредит? Еще кредит қалдыңдар ма гүлді? Шаятсыз екен ғана қатын, оны емес, мен сенен сұрап тұрмын. Бұны наличкеге алдық, сенің қандай кредит айтып тұрсың сен? Қандай кредит? Мен айтқан жоқ кредит, сен айттың ғой маған кредит дедім, гүлді кредитке алдым дедім. Сен қазір айттың ғой? Ойбай, қашан айттым, не деп айттым? Еш нәрсе айтқан жоқ мен кредит туралы. О, тоба. Айттым ба кредит деп? Сен аузынан кредит деп шыққан сөз әлі кепкен де жоқ қой, айналайын ау ба? Ай, мен айтқан жоқпын дейм, сен айттың маған кредит деп. Сосын мен сұрадым сен, қандай кредит, кредит алдым. Мен вообще кредит деп. Сен тоқташы, қазір айттың ғой, сен бір адамның кредиті дедің ғой, бір айлық дедің ғой, қандай кредит? Дұрыс қой енді. Не дұрыс? Бір адамның. Кім бір адам? Бір адамдардың. Білмеймін ғой, бір адамдар кредит алады екен да сөйтіп, сенің 35 000 деген төлейді, түсінбеймін мен ондай адамдар ше. Бір адамдар бар екен негізі сондай. Басқа адамдар ма? Басқа, мен білмеймін. Сен алған екен деп сәрем қалмады ғой. Жандыма сөйтіп кетші бар, мен не алып кредит алдым? 35 000 теңге айына төлейтін кредитке бірдеңе алсаң ше. Амаймын не бар? Асып люстра қып қоям ғой, естің ба? Шүлектің ключ атылы қойып қоймыз бет жаны көшетін ше? Амаймыз, амаймыз, құдай сақтасын, башы алмаймыз стиралка 35 000 теңге ғана. Қолым аман болсын, осы қолмен бет жуамда жүре берем. Міне, сен қолыңа жететін нәрсе жоқ, мына қолыңды біраз адам білмейді. Жұрттың қолының сырты күс-күс болса бұның алақалы, бейсің іспешкі жауылаға жайыр. Осы қолыңмен жуғанда ана кір жуатын бәйсен жуамайды бөйтіп. Қолым аман болсын, қолың аман болсын. Құдай қаласа осы қолыңның арқасында жұмысқа кіргізейін деп атырым сен, Мен ба? Шымкенттің центрінде. Жақсы болды ғой. Круглосуточный 24 сағат, Қандай жұмыс? Вулканизация деген. Не істеймін о жерде? Не істейсің? Жарылып қалған кәмірлердің тесігін тауып аласың да, наждак керек жоқ, қолыңмен үйкеп жібересің, клейлеп қоясың. 300 теңге Каспий голдқа секіріп түсе береді ғой. Мазақ болды ғой мен қолым саған, мазақ қой мен қолым. Енді сен қолың арқылы вообще класстастармен араласпайтын болдық қой? Ойбай, не болыпты араласпай, естіліп қойыппын мен араласпай. Мәселе есік емес, біреулердің әйелімен амандассаң, бір қолы нәзік, сенмен класстастарым амандаспайды, мен қорқады. Бір қолын пластиковый қысып қалған сияқты болып қалады ғой бүйтіп. Еркек басымен бүйтіп сәлем беріп тұрады ғой алдында. Кетші ойнайды ғой олар мен деп. Қойшы, өткендегі анау Жанболатпен ошым араласпай қойдық қой. Не араласпай қойдың? Салоннан машина алып келді, шашуыңды шашып кіріп кетпейсің ба үйге? Ойбай, шашуым шаттым, ана 5 деген шоколадты алдым ғой, 1000 жарым теңгеге қымбаттап кетті ол да. Жоқ, енді шашуың шашта кірмейсің ба? Неменеге машинесін ұстайсың сен? Ойбай, жұрттың бәрі ұстап жатқызын бізде жұғысты болсын етіп. Сен ұстаған жердің краскасы жоқ болып кетті ғой, жұғысты болсын ұстаған кезде. Касса бірақ 150 000 теңге беріп әрең істеттік қой. Қойшы айналайын, ол да әлде қандай болмасын машинасын. Біз де машиналарымыз Құдай қаласа. Бізге де машина бітер. Қолың туралы кітап жазуға болады, кәміне бастықтың әйеліне апарым керек. Жақсылап бір ваннаға кіріп, жуынып, шайынып. Жынды ма? Кет.
не істейсің ваннада? Не бар? Не бар ваннада? Не істейсің ваннада? Не бар? Ваннада не бар дегеніңіз? Кітап оқиын деген. Ойбай, жынды ма? Барса кітапхана бар. Жуынам жынсым. Анау жынды ма? Не істейсің жуынғанда, не істейсің? Не істейсің дегенде сен өшіп жүре берем ба? Айналайын, бастықтың әйеліне баратыр ғой, басым жуып барайын. Ойбай, бастықтың қаты басың дескейм, айналайын, ау гүл иіскейді ғой, апарсаң да гүлді апара берсе бар. Жуынып алайын деді. Қойшы! Жо, не дейсің, не? Естің алдына жүрші, құмамен сұғып тұрам, жүрші. Душқа түсіп алайын да дейм. Болмайды. Мұны жынды болып қалдың ба? Болмайды, жуындырып жібермеймін сен бастықтың қатына. Айналайын, жуынып алайшы деймін. Жоқ, Кәлік басқа. Балағатын жеп, 38 жылда бір ендік шалды. Жуынбай қойша. Жоқ, нағыз жуынбайым, айтшы, не дейсің? Мен дайын емес па? Кетер! Жынды ма, бәндеген. Тез, көзін жүм. Ой, жұмбай-ақ ұра берші. Балау! Сен есің дұрыс ба, сен не ойлап тұрсың кен? Не? Айналайын, бүгін сен туған күнің ба? Иә. Байым құрметтемейді дейсің, Мен сені осы қолыңды ойлап, алдын ала 35 теңге төлеп, стерильный машина, кредитке. Туған күнің менен. Кіргіз. Ойбай, кіргізген несі не? Кір жуатын мәжді ғой, жаным. Ойбай, неғып ап келді. Жаным, тоғырмайды. Ұрада. Бейшара. 15 жылдан бері көктазиктен басқа түк көрмеген omын. Айналайын, тоғырмайды. Қазір салып қоямыз, кірді өз жуып бере береді. Ойбай, құдай. Үшінші дүниежүзілік соғыс басталады болды. Берген өз үйіңнен без қақа қашып бара жатсың сен. Боллағы мен жуынбай қалдыр деп қалсам. Анау не? Қайсы? Ана баннада тұрған не? Ойбай, білмейм ғой сен әкелдің ғой жаңа. Тоқта, мен әкелдім, көрдің, Сен Мен әкелдім. Соны ар жағында тұрған кім ке? Қайсы? Білмейм ғой сен әкелдің ғой жаңа ана балдарды ап кеп. Мен әкелдім ғой, мына 4-5-ті әкелдім ба? Соны ар жағындағы 4-5-ті кімге деймін? Қайсы? Банныдағы! Нандай ма? Мен нандай әкелдім ба? Соны неғында тұрған нандай кімдіге деймін мен, айтсайшы. Галек, не ғой сен че просто ашуланбашы да. Мен андай ойладым да, сол сен не қылса мен бүгін туған күні әпермейінше деп ойладым да. Мен саған тосын сый жасайын дедім ғой. Оны айтпайсың ба, соны білмей қалмай. Тосын сыйды айтпай! Сен далада жүрген кезде мен әкеп қойып қоямын. Кешке кеп қолын жуайын деп атқан кезде ананы көресің да, дейсің, солға тосын сый! Жаңа көргенде, дедім ғой. Сен емес, мен кіріп қалсам екеуін көріп, дедім ғой мен, Галек, білмей қалдым, кешірші. Сен мені өлтіресің, Кешірші, мен білмей қалдым, жан, кешірші. Жұмысқа кірдің ба не? Жоқ, үйдемін ғой. Қандай ақшаң алып жүрсің сен? Жаным, осы үйдің асыраушысы сенсің ғой. Сенің атынан кредит алдым ма? Ойбай, ноқалай! Топас! Басыңда ми бар ма сенің? Жоқ. Сен ойламайсың, айналайын-ау. Менің айлығым өзі бар жоқ 70 мың теңге, Ай сайын 2 кір жуатын мәшінеге 35 мың теңгеден төлеп тұрсақ. Қас бойы не жейсің, Не жейм, таяқ жейм да. Таяқ болғанда да қазір саған кругляк жегіземін. Галек, қойш. Галек, бірақ шөңберші. Галек, пожалуйста. Мен осы уаққа дейін шыдап кет. Ешкім араласпасын, әркім өз қатында еге болсын, араласпа. Болды, мен ашуымды бір, мен көктемде арқам қосады, мен қазір, сөйлеме!
Söyleme dedim de sana, ne söylüyor? Gel al. Ana ona Головкин сияқты ғой. Қаяқтан үйреніп бағасың не? Canım 38 yıl oldu töbele жүргенімізге. Қалайсыздар? Жағдайыңыз жақсы ма? Жағдайың жақсы ма, көке? Жағдай өте нашар. Жаным, көке. Бері қара бауырым, мен саған түсіндіріп айтайын. Және екі машина, кір жуатын машина. О, иә. Әкелдіңдер осы. Жоқ, құтты болсын болғанда біз түсінбей жатыр, айналайын. Соны қайт алып кет. Жоқ, сіз мені тыңдаңыздар, көке да. Жоқ, сіздер екеуін алдыңыздар Екеуін ма? алып, шатасып кетіппіз, біреуін алып кетші. Жоқ, тыңдасаңыз, көке. Алып кетші біреуін. Бізде мынандай акция болып жатыр. Екеуін алсаң, үшіншісі тегін. Соны айтайын деген алып келді, кіргізе берейік па? Тұра беріңіз. Көке, тұра беріңіздер, өзіңіз біліп қалдық қай кіргізетін. Жүре беріңіз. Не дейді? Тегін дей ма? Қайдағы тегін? Білмеймін, сұрасай. Сен тағы заказ бердің ба? Жоқ, мен қатысым жоқ бұл жерде. Шынағап әкеп тұр бұлар? Білмеймін, сұрасай. Берген құтты болсын болғанда мен алдын ала айтып қойм, мынауың ақшасын төлемеймін. Жоқ, көке, сіздер қарсаңызшы акцияға тура келіп қалғандарыңызға ырза болып тұрмын ше. Екеуін алып едіңіз, үшіншісі тегін болып тұр. Айтар, құтты болсын. Айтар. Тегін ба? Иә, тегін. Деп жатырмын да. Не? Өздерің жуа беріңіздер, суалды. Рахмет, балдар. Айттым ғой, жаным, мен постоянно айтам, осы негізі сен қолын жеңіл же. Просто тимей қалды. Әйтесе ауыр. Тегізбен қоймайым да мазай. Үшеу болды ма, е? Соны айтса, құдай, біреуіне зар болып жүрем, үшеуін бірден не істеймін бәрін. Ол үйде жуатын кірді жоқ қой. Соны айтам? Мен ана көктерекөмді күніге 3 рет жуып аппақ қып жүрме? Көктерекі келсін ба? Ақтөрекөй келген, көктерекөй келген күйеулері де барды. Не істейміз, е? Білмеймін. Үшеуін бүйтіп қосып қойып, Испанияға құқтаймыз ба? Ой, рахат, үшеуін қатарынан қойып қосып қойсаң ше, ана кір жуып атқан кезде әдемі да. Ең соңғы әдемі да. Оқтаймыз. Кетші жында, бұзып қалады ол. Болмайды онысына жатуға. Жында, техника қол. Не істейміз оның бәрін? Былай жасайық. Жәндегі сен сатып әкелгеніңді бар ғой, қайтып өткізіп жіберейік те, орнына мына тегінді қояйық. Болды ғой, өткізесіз. Сөйтейік жайнап. Бекер аптың соны ше. Тегінді қоямыз. Кредит жаба саламыз болды. Болды ғой. Болды. Ана үші тағды. Қайсы? Сен әкелдің ғой маған подаркаға деп. Ойбай, ол бар екен ғой, оны не істейміз? Былай қалайықшы. Енді айналайын, басы қатты болса, аяғы тәтті болады деп табысып қалдық қой. Мен шешем сен енең ғой, я. Пәлен жыл мұғалім болды, қазір пенсияда, соған апарып берейік, ертең 8-ші наурызға деп ше, қуанып қалады ғой, сөйтеміз ба? Не болды сонша бір көбейту таблицасын қойып атқан жоқ қой, бейтіп деп ойланатындай. Білмеймін ғой енді, өзің білесің ғой енді, білмеймін ғой енді. Неғып сен шешеңе, мен шешеме бермейміз деймін да, мен әшең сол ғой. Ойбай, сенің шешеңнің не қатысы бар бұл жерде? Қалай не қатысы бар? Бүгін кім туған күні, мен туған күні, менің туған кім, менің шешем, так что мен шешеме береміз. Мен үшін туып па? Ойбай, кім үшін туып деп? Мен қақтан білем. Көтеріп қойды, туған шығар, мен қақтан білем оны. Мен үшін туылмай ақта қойсын, айналайын. Айналайын, риза болмайсың ба? Осы жетті күйеу балам ішінде ең сүйікті күйеу балам деп өліп қалады ғой. Кім өліп қалады? Мен шешем байық. Әлі тірі жүр ғой, 18 жылдан бері өлмей. Сен өйтпе, жоқ, мен не үшін беруім керек күйеу бала деп, мен сыйладым ба бір уақыт, сыйладым, айтшы. Ойбай, немен сыйламағанда не істейді? Алдыңа төсін қойып жатыр, басқа не? Үйленген кезде ма, ондай төс құрсын, айналайын, бір еті жоқ, бір май жоқ, құр сүйекті ит құсап шайнап отырды қана жерде. Ойбай, төс деген сонда жылтыр болады, ой, айналайын. Бір ауру ғой сойған ба, білмеймін анау. Ойбай, күйеу балама көйлегім бар дегенге мен мәз болып қалдым. Сөйтсем әкеңнің әптен киіп темекі сасып кеткен көйлегін беріп тұр ғой маған.
ойбай сон шешпей кетінен ба енем берген. Ол енді еркек мен бар, мен шешем бол. Ой, қойшы айналайын, мен шешемен береміз, ата мен шешемен береміз. Көтеріп тұрмын ғой. Көтеріп жүрдім, көтеріп. Кім бауыр? Тоқта берге бері. Берге. Сендер осы мәгезінге ең жақын үй осы екен деп тасып атқан жоқсыңдар ма? Көке, ана Орынкүл деген сіздің мамаңыз ба? Ондай адам жоқ. Әкет. Ойбай, мен мамам ғой. Сіздің мамаңыз ба? Ондай адам жоқ дейсіз, Орынкүл. Сыйлық деп беріп жіберді ғой дұрыс. Осыны берді. Бағана туған күніңіз деп жатыр едіңіз, соған берген ау деймін. Мамам ба? Сөйтіп ойладым. Орынкүл деген сіз мамаңыз ба? Сол кісі беріп жіберді. Сол кісі беріп жіберді. Ойбай, оқ ақбастан қалай ақша шықты? Тұра беріңіздер, өзіңіз білеміз қақырыңыз. Жаным. Мұна екеу біздің үйдің баласы сияқты оғалды ғой. Біздің үй сұлпақ болып отыр ма? Жаным, байқұс шешем. Ой, бір қолымды уайымдап жүреді. Мені уайымдап стрелка беріп жүрді. Қақбасқа ақыл кіріп қапты? Айналайын. Жоқ, қатты бәле ғой, өткенде бір келі ақым шекердің ақшасын әлі сұрап жүр ғой. Қайтап бермейсіз ма? Біз қиналғанда беріп жатыр ғой, сол көмегін. Риза болдым сізге, ваннаны кең қып істепсіз, Баста зал еді ғой жер. Төртеуін қойып қойып бірдей болып әдемі болып қалды ше. Мына жағына тағы екеуі сияды көке. Неғымақсың оны? Неғымақсың? Жоқ, екеуін алсаңыз біреуін тегін береді деп қазір біреуіңді өлтіріп, екіншісін тегін өлесің. Адам мазақ, тағы екеуі сияды деп. Сегіз тауықтың қораз ұқсап жүр ғой бұны. Шөрісі қараса ішті. Әне, көрдің ба мен шешемне берген? Сен шешеңне бер, сен шешеңне берді. Кімнің шешесі беріп отырген стиралка? Сен вообще-то бүгін мамама звондап құттықтадың ба, туған күніңіз құтты болсын деп? Жоқ, енді звондайын деп жатыр. Давай, звонда. Так. Аты кім еді? Шынды ма? Атысын есе, апа деп жазып қоймайсың ба? Жоқ, апа деген көп қондай тез шығатын жер. Ене деп жазған шығарсың көр. Жоқ, қазір кәмін. Орка жалмауыз. О, шықты. Ана бистренный ғой тез табылатын қоғамда. Анан удовольствие шешем ой, шаң шарым. Болды, сразу өшірем ғой. Не деймін бұған, кім деймін, не деймін? Орка де, жалмауыз де болмаса. Қой, біліп қояр, қой. Апа деп айтып көрмеуім. Алло, мам? Ойбай, стиралка не істетпейді. Мам деген несі? Қалайсыз, мама? Қойшы, апа дей берші. Бір түрлеген. Амансыз ба? Алдық қой, біз оны холодильник егінде бір ет сап қойдық. Ойнап айтам, қуанып қалды, қызыңыз да қуанып қалды, мен де қуанып қалдым. Рахмет. Мен үшін қыз туып бергеніңізге рахмет. Мама, сіз тумасаңыз мен қатынсыз өтедік. Қызыма громкие? Болды. Громкие қойшы дейді. Тасын шығар. Алло? Ай, сыйлықты алдыңдар ма? Рахмет, мама, рахмет жаным. Алсаңдар, енді соны кредитке алғам. Ой, неге әуре болдыңыз ма? Бірінші алдын ала 35 мың теңгесін төледім. Первоначально. Қалған екеуің бірдеңе қып кредитті төлеп жабарсыңдар. Құтты болсын. Галек, мен түк қатысым жоқ бұл жерде. Вообще мен білмеймін, мен айтқан жоқ мамаға. Еш нәрсе деп айтқан жоқ. Жоқ, мына қатын, ой, бала не деймін, айтсайсың.